ары қарай жалғастырамыз. Құмырсқаға тиіспе деген тақырыпты оқып берейін. Қазақ халқы құмырсқаға құрметпен қараған, сондықтан оны жөнсіз өлтіруге болмайды деп санаған. Себебі діни аңыздарда құмырсқа Нұх пайғамбардың кемесіне азық тасуға жәрдемдескен екен. Нұх пайғамбар кеме жасап болған соң Тәңірден: «Уа Тәңірім, мынадай алып кемеге мұншалықты көп азықты қалай жинаймын?» деп сұрайды. Жаппарқақ: «Құлым, қам жеме, мен шебер Алламын, ертең кемең азыққа толады» дейді. Ертесіне қисапсыз құмырсқалар ауыздарына бір-бір дән тістеп кемеге астық таси бастайды. Нұх оларға риза болғандықтан құмырсқа кемеге бірінші болып кіреді. Тағы бір аңызда Жүсіп пайғамбар 8 жыл зынданда жатқанда аштан өлу қаупі туады. Сонда Алланың әмірімен құмырсқалар азық тасып Жүсіпті асырайды. Жүсіп пайғамбар оларға риза болып: «Үйлеуің бұзылмасын, ешкім саған жәбір көрсетпесін» деп бата беріпті. Содан бастап қазақ арасында құмырсқаның үйлеуін бұзуға болмайды деген ырым қалыпты деседі. Тағы бір аңызда құмырсқа Сүлеймен пайғамбарға ақыл кеңес берген айтылады. Бірде Сүлеймен құмырсқаларға қонақ болады. Үйіне қайтқалы жатқанда Мәзире құмырсқа: «Сүлеймен, бір қолқам бар» дейді. «Құлағым сенде» дейді пайғамбар. «Біз өте кішкентай болғандықтан адамның аяғының астында қалып, тапталып өліп қалып жатамыз. Бұдан былай әскерін қызыл жалау ұстап жүрсін. Қызыл түсті көргенде тапталмас үшін біз жол беріп қашайық» дейді. «Дегенің болсын» деп Сүлеймен құмырсқамен қоштасады. Содан бері Сүлейменнің әскері қызыл жалау ұстап жүретін болыпты. Құмырсқалар да қызыл жалау көрсе індеріне тығылатын болған. Осы себепті бағбандар бау-бақшаға құмырсқа қаптап кетсе қызыл шүберек байлап қояды. Оны көрген құрт құмырсқалар дереу індеріне тығылып бақшаға жоламайды екен. Кейбір адамдар үйлерін құмырсқа басып кеткенде дәрі шашып қырмайды. Керісінше бөлмеге қызыл матадан жасалған майда жалауларды қадап шығады. Туларды көрген жәндіктер өз уақытында көзден ғайып болады екен деп жазыпты Медет Құдайберген деген ағамыз. Енді мен бірінші рет естуім қызыл жалау ілу деген, қызыл мата майда жалаушалар ілу дегенді мен бірінші рет естіп отыр екенмін. Енді бұл аңыз жасап көруге болады. Енді қиын нәрсе емес қой. Шынында құмырсқаны жаңағыдай у сеуіп өлтіріп жатамыз ғой. Енді бір жағынан жәніміз ашиды, енді қайтеміз. Енді жасап